Сәлем! Бүгін бізде кішігірім аудиофилдік обзор болады. Неге десеңіз, адамдардың көбісі өздеріне құлаққап таңдау барысында көптеген қиындықтармен кездеседі. Мысалы, сіз парақшаның өзінде бір құлаққаптың сипаттамасын жай ғана оқысаңыз, оның өзі сізге жеткіліксіз болады. Сізге міндетті түрде келіп, оны тағып тыңдап көру керек. Ал ондай мүмкіндігіңіз болмаса, біз сіздің орныңызға осы жұмысты жасап, өз көзқарасымызбен бөлісеміз. Әдеттегідей, кез келген обзор анбоксингтан басталады. Кеттік. Үш құлаққаптың қорапшалары бір-біріне ұқсас, бірақ әрқайсының өзінің ерекшеліктері бар. Мысалы, Sony'де қораптың ішіндегі құлаққап пакетке оралған. Ол, шынын айтқанда, онша емес көрінеді. Бір сөзбен айтқанда, жағымсыз, көңіл толмайды. Panasonic'те болса жақсырақ, бірақ ода таңғалатын еш нәрсесі жоқ. Шынын айтқанда, қарапайым көрінеді. JBL-дің қорабы болса қызығырақ. Құлаққаптың қойылғаны да ыңғайлы. Ішінде түсіп қалмасын деп бір әдемі бекіткішпен қойылған. Ал енді эргономикасына келейік. Бірақ осы үш құлаққапты салыстырған кезде бір затты ұмытпау керек. Олардың үшеуі де қойылмалы деп аталады, немесе накладной деп. Бірақ шынын айтқанда Panasonic полноразмерный толық көлемді құлаққаптарға жақынырақ. Sony'дің пластигі қарапайым, онда ешқандай ерекшелігі жоқ, қаттылау. Құлаққа таққан кезде нығыз отырады, басыңызды шайқасаңыз, былайша айтқанда түспейді. Ең бастысы бұл жерде құлағыңыз амбушюрының ішіне толығымен кірмейді. Сондықтан 2 сағат музыка тыңдасаңыз, құлақтың шеттері ауыра бастайды. Оған қоса бұл жерде 90 градусқа айналатын осындай құлақтары бар. Енді осы жерде батырмаларына келетін болсақ, Sony'де бәрі қарапайым орналасқан. 3 батырма, ортаңғысы play, пауза немесе қосып сөндіруіңіз, қалған 2 батырмаңыз ол дыбысты ұлғайтып, немесе төмендету және де тректі жалғастырып, алдыңғы тректі қосуыңыз осы. Ал енді JBL-ге келейік. Мысалы, JBL-дің пластигі мен үшін кішкене қымбаттырақ көріне ме, сондай бірдеме. Мысалы, Sony'да бұл жеріңіз рельефтік болса, ол әдемі сөзсіз. Бірақ пластиктің өзі ондай қымбат емес сияқты. Бұл жерде қалыңырақ, әдемі. Ал енді осы жеріңізді кішкене ұлғайтқаныңыз кішкене ыңғайсыздау, бірақ басыңызға таққан кезіңізде құлаққа нығыз тұрады, ол да басыңыздан түсіп кетпейді, және ең бастысы басыңыз ауырмасын деп төбе жағында осындай жұмсақ жастықша орналастырған. Бұл жерде де құлақтары 90 градусқа айнала береді. Бірақ Panasonic пен Sony'дан ең үлкен ерекшелігі құлақтары осылай ыңғайлы жиналады. Бұл дегеніңіз өзіңізбен бұндай құлаққапты алып жүруге өте оңай, өзіңіздің рюкзагыңызға, сөмкеңізге тастай саласыз да жүре бересіз. Ал енді батырмалар немесе кнопкаларына келетін болсақ, қалған құлаққаптарға бәрі ұқсас. Бірақ осы жерде 4-ші бөлек батырма орналастырған. Оның функциясы жай ғана құлаққапты қосып сөндіру. Осы ғана. Ал енді Panasonic бұның пластигі қалғандарына қарағанда ең нәзік және арзандау көрінеді. Және де оның көлемі қалғандарына қарағанда көбірек, салмағы да үлкендеу. Басыңызға таққан кезде құлағыңыз амбушюраның ішіне толығымен кіреді. Сондықтан, сіз күні бойы музыка тыңдайтын болсаңыз, құлағыңыз ауырмайды. Құлағыңыздан нық тұрғанымен, оның үлкен салмағы үшін жүрген кезіңізде осы құлаққап басымнан түсіп қалмай ма деген ойда боласыз. Бұл жерде де құлақтары 90 градусқа дейін айнала береді, батырмалардың саны 3, бәрі қарапайым жасалған. Енді дизайны туралы айтатын болсақ, сіздің басыңызда Sony мен JBL әдемірек көрінетін болады. Panasonic болса, кішкене үлкендеу сияқты. Жұмыс істеу уақытына келейік. Sony'дің жұмыс істеу уақыты толық зарядпен 35 сағат, ал 10 минут зарядтасаңыз 1,5 сағатқа дейін жетеді. Және де кабельдің түрі Type-C. JBL-дің толық зарядымен сіз 40 сағатқа дейін жүре аласыз, ал енді 5 минут зарядтасаңыз 2 сағатқа дейін жетеді. Бұл жерде де кабельдің түрі Type-C. Ал енді Panasonic-ның уақыты болса 50 сағат. 15 минут зарядтағаныңыз 3 сағатқа дейін жетеді. Бұл жерде бір кемшілігі бар, оның кабелінің түрі micro USB. Ал енді Bluetooth туралы айтатын болсақ, үшеуінің де арақашықтығы 10 метрге дейін ұстайды. Бірақ JBL мен Sony сіздің смартфоныңызға жылдам қосылса, Panasonic-ті қосу сәл ұзағырақ уақыт алады. Ал енді қоңырау шалу туралы сөйлейтін болсақ, бұл жерде Sony мен JBL қайтадан жақсырақ естіледі, ал Panasonic пен сөйлесу қиынға түседі. Panasonic пен Sony'дің дыбыс көмекшісінде қыздың дауысы жазылған. Ол сіздің жүйкеңізді тоздырады. Оның бір акценті бар және былайша жалпы айтқанда құлаққа жағымсыз естіледі.
Ал JBL-де өзінің брендтік дыбысы бар. Ол кез келген сіз колонка алыңыз, кез келген құлаққап не болса да JBL-дің бәрінде бірдей дыбысы бар. Ол өте жағымды естіледі және бәрі түсінікті. Енді ең басты бөлігіне келейік. Оның дыбысы. Үшеуінің де диапазондары бірдей, 20 Гц-тен 20 кГц-ке дейін. Бірақ алдында айтып кеткендей, жай ғана сипаттамасына қарап өзіңізге құлаққап таңдау мүмкін емес. Оны тыңдау керек. Соны біз қазір істейміз. Sony мен JBL бір-біріне ұқсас, ал Panasonic-тің дыбысында айырмашылықтары бар. Sony мен JBL-де төменгі жиіліктері сәл анықтау болғандықтан дыбыс мықты шыққандай көрінеді. Ал ортаңғы жиілік JBL-де кішкене қысылған. Бірақ Sony-де ондай емес. Бірақ жоғарғы жиіліктегі кейбір дыбыстар кейде құлақты теседі. Ал Panasonic ол жағынан мықты. Оның шығаратын дыбысы жағымды, әрі кеңінен естіледі. Ең бастысы, әр дыбыспен сахнаны сезіне аласыз. Sony мен JBL дыбысты қаттырақ сәндейді, ал Panasonic тек шынайы дыбысты береді. Сондықтан да Panasonic құлаққабы бірінші рет тыңдаған кезде ұнамай қалуы мүмкін. Мысалы, белгілі бір тректі тыңдап жүріп, Panasonic құлаққабымен тыңдап қойсаңыз, ұнамай қалса таңғалмаңыз. Өйткені ол сізге нағыз шынайы дыбысты жеткізеді. Sony мен JBL-дің дыбысы бірден тіке құлаққа кетеді. Сондықтан да көп музыкалық аспаптардың дыбысы бірден естілсе, араласып құлаққа жағымсыз естіле бастайды. Ал Panasonic-те барлық дыбыс өзінің орнында орналасқан. Енді қорытындылайық. JBL мен Sony-дің дыбысы Panasonic-ке қарағанда нашарлау. Бірақ олардың дизайны және эргономикасы жақсы болып шықты. Егер сіздің өзіңізге дыбыс бірінші орында тұратын болса, Panasonic-ті таңдаңыз. Ал егер өзіңізге ыңғайлықты бірінші орынға қоятын болсаңыз, JBL мен Sony тұрады. Шын айтқанда, дыбыстық ерекшеліктерін адамдардың көбісі естімей қалуы мүмкін. Сондықтан бұның бәрі тек сіздің субъективті көзқарасыңызға байланысты. Мысалы, мен өзім осы Panasonic-пен жүремін. Дыбысына ризамын, бірақ тасып жүргенге сәл ыңғайсыз. Үшеуінің біреуін аламын десеңіз, бағасына келейік. Panasonic-тің бағасы 22.990 теңге. Sony-дің бағасы 24.990 теңге. Және де JBL-дің бағасы 29.990 теңге. Сендермен болған Технодом Каз. Құлақтарыңызда әрқашанда сапалы дыбыс болсын.